Жүре берсең көре бересің. Сыртқа күлкі болып жатқанымыз азды, енді ішеде біз, оказывается, өзіміздің кім екенімізді білмейді екенбіз. Сізге сұрақ, қазақ деген ұлт бар ма, әлде сіз үшін ұлт ол сіздің руыңыз ба? Просто қазіргі таңда мен руымен мақтанатын адамдарды өте көп кездестіріп кеттім да. Менен танымайтын адамның ең бірінші сұрайтын нәрсесі руың кім? Мен айтамын, Қаңлы. Қаңлыдан шыққан кімдер бар еді өзі деп дүңкіге түсіп кетеді. Олар кімді іздеп жатыр, нені зерттеп жатыр, өздері білмейді да. Мен әдейі оның өзінен ал сенің руың кім деп сұрамаймын. Себебі білемін да, қазір ол аузын көпіріп айтайын деп тұрған. Ру ол бар болғаны сенің тарихың, сенің шыққан тегін. Біз қазақ хандығы енді құрылып жатқан кезде жүрген жоқпыз ғой. Керей мен Жәнібек қазақ хандығын құрып жатқанда түрлі рулардың басын біріктіріп, бүгіннен бастап біз қазақпыз деді. Ал бір-бірлерінің руларын білу ол қыз алысқанда, және де өзіңнің ата-бабаның тарихын білу үшін керек деді. Және де әлі күнге дейін солай болып келеді. Қызбен жүргенде ең әуелі руын сұрайсың. Солайынан біздің қазақ халқымыз қанын бұзбай сақтап келуде. Ал бізде ру деген типа брендке айналды. Мен кейбір жігіттер түсінбеймін, соткаларына, футболкаларына руларын жазып, шіреніп жүреді. Әр адам қазақпын деп мақтанбай, ең бірінші руымен мақтанатын болып кетті. Жалпы біз өзіміз өткен нәрсемен мақтануды жақсы көреміз ғой. Әкімшілікте отырған бастықтар ең бірінші рулас адамдарын жұмысқа тартады. Барлық жерде солай. Жұмыскерлерді қоя беш, біздің әншілерде өзінің руын ең бірінші орынға қояды. Жай ғана қоймай, оның үстіне біздердің, яғни қазақтардың намысына тиетін сөздер айтатын болып кетті. Әбжаппар Әлқожа өзінің руын бір ұлт ретінде көретінін көрсетіп қойды. Ал біз қазақтар аннан қашқан, мыннан қашқан біреулер сияқты болып қалдық. В общем, көріңіздер. Ишандар тек қожалардан шығады. Софылар да сондай. Ал қазақтан шыққанды молда деп айтады. Пір бекет бар қазақтан шыққан мысалы. Қалған барлық қожадан шыққан. Көбісі Арыстан баб, мысалы сахабамыз болатын болса, оның шәкірті Қожа Ахмет Яссауи қожа. Ол қаншама әулиелерді қожада. Қорасан бабтың өзі қожа, Бабақты Шашты Азиз, Қылауыз қожа бар, қожа. Ишандар барлығы да өте білімге, ілімге өте мықты болған. Бір Құранмен сүрені айтқан кезде өзеннің өзін ағып жатқан өзін теріс ағызатындай ілімі болған. Жындыны сау қылып жіберетін, жынын суырып алатын молдалар болған. Ондай молдалар қазір жоқ қой. Неге? Қожалардың да бір азайып кетуі, шынайы қожалардың. Түрімен ғана емес, менің түрім қожа, бірақ мықты ишан емеспін ғой. Ілімім жоқ. Соның азайып кетуі қазір. Қазақтан алып қойды да аталарымыз. 300-ден алып қойды. Біреу Найманнан алады, біреу Албаннан алады. Сөйтіп қан бұзылды. Ал қазақпен араласқан болатын болса, олардан ишан пайда болуы өте қиын да. Қазір қожалардың көп жігіттері қарадан алып жатыр. Біле, бұл аузыма ренжімеңіздер да, бірақ боқтауға тура келеді. Әбжаппар қай ғасырда жүрсің? Мен біздің әншілердің до такой степени деградацияға ұшыраған екеніне кәдімгідей таңғалып отырмын. Біле, мен сөзім жоқ кәдімгідей. Мен сенен бірдеңе сұрайыншы, сенің ұлтың кім деген сұраққа сен қалай жауап берсің? Арабпын дейсің бе, әлде қазақпын дейсің бе? Сен өзіңнің кім екеніңді білмей тұрсың ғой әңгімеге қарағанда. Ал өзінің кім екенін білмейтін адам, ол адасқан адам. Окей, сен айтып жатсың, Қожа Ахмет Яссауиді, Арыстан бабты, оның бәрімен келсем. Олар ұлы тұлғалар. Бірақ бұлар барша қазақтардың мақтаныштары, жалғыз рудың емес. Сен осыдан 1000 жыл бұрынғы тарихтармен мақтанып тұрсың. Сол кісілерден кейін қазақтармен коллаборация болуымыздың кесірінен, қанымыз бұзылғанның кесірінен дәл солар сияқты тұлғалар шықпай қалды деп тұрсың, яғни біздің генімізді кінәлап. Окей, сен тарихпен мақтанып тұрсың. Онда мен де қазақтардың тарихын айтайын. Ұлы ақын Абай атамыз руы кім? Арғын. Ұлты кім? Қазақ. Ұлы ағартушы қазақтардың көзін ашып кел балалар оқылық деп білімге жетелеген Ыбырай Алтынсариннің руы кім? Қыпшақ. Ал ұлты кім? Қазақ. Тарихты ғана қозғамай қазіргі кездің тұлғаларын айтайық. Өзіңнің әріптесін қазақты әлемге таныстырып жүрген Димаш Құдайберген бауырымыз кіші жүзден. Ұлты кім? Қазақ. Сен мықты болсаң солайынан шығып руыңды неге көтермейсің? Саған мыңдаған мысал келтіре аламын да, бірақ бұл жерде бір нәрсе айтқым келеді. Олардың ешқайсысы өзінің руымен мақтанып қазақтан бөлінген емес. Ал кез келген қазақтан шыққан тұлғалар, олар көздері ашық, білімге толы, өнерлі адамдар. Тойский әншілер сияқты фейк емес. Сонымен қатар қазақты қара депсің. Қазір қожалардың көп жігіттері қарадан алып жатыр. Әбжаппар, сені асырап отырған сол қара қазақ емес па?
тойына шақырып, сен фонограммамен айтатының бар, оған бәрі көз жұмды, ең болмағанда сана сезімі жоғары азамат шығар десек, ол жағында жетісіп тұрған жоқ екен. Өкінішті, демек саған ауыз көпіртіп бір нәрсені дәлелдеудің қажеті жоқ деген сөз. Бастысы аман бол, сені асырап жүрген қара қазақ екенін ешқашанда есіңнен шығарма. Ал достар, сіздермен бірге болғанмен АВ Адикус арнаға жазылып, қоңыраушаны басып, бізбен бірге болыңыздар. Қазақша YouTube жасасын. Қазақстан алып қойды да аталарымыз.